Александр Чацкий, Қасқырдың кегі. Қазақ тіліне аударған Айбек Оразғалиұлы. Сәтті күн болды, кидім де әкем шапанын. Тез тауып алдым қасқырдың үлкен апанын. Құртқасын атып, итімнің шайнап тастаған. Қос бөлтірікті аяқпен жаншып тападым. Жарма беріп ол жанды өзі қалаған. Кенеттен шықты қасқырдың үні даладан. Дүр сілкіндірді, даусы неткен әші еді, ұлыды ұзақ тұрғандай тұнып наладан. Аңшылық құрып аяқтан қатты талыппын. Келесі күні дым сезбей ұйықтап қалыппын. Өнім бе, әлде түсім бе, қатты шошынып, еш ойланбастан далаға қарай салыппын. Далаға шықсам, ауламда үлкен қасқыр тұр. Сілейіп қалдым, жасамай қалды бас құрғыр. Есін көріп, арсылдаса да қанша рет шынжырда тұрды. Сол кезде итім қас қылғыр. Жанымда менің періштем қызым, тұйғыным күледі, ойнап тарқылап. Қасқыр құйрығын қолымнан келер шара жоқ менің шерменде. Күрсініп терең күттім мен Алла бұйрығын. Көзіне көзім қададым ғайып күшімен. Қаһарлы қасқыр білдірді кегін тісімен. Қызыма мені тиіспе бөрі, тірідей мен өлтір шайнап дедім. Мен ерін ұшымен жасытқып көзден Алладан меде сұрадым. Әкетай, саған не болды? Неге жыладың? Жүгірді қызым босатып қасқыр құйрығын. Құшақтап алдым, шегініп артқа бір адым. Соқтанып қарап соңғы рет адам дұшпанға. Сүр қасқыр кетті, үрейім әбден ұшқан ба? Сол сезім қайта, бойымды билей алмадым. Бөлтіріктермен құртқасы ажал құшқанда қайтарды кегін. Арымнан менің сұрардай бауыздап кетті. Бір тамшы қанды шығармай. Қайғылы қасқыр наласын алып тұрдым мен. Қаны шер болып қалғанымды да оға